қазақ тілі керек жоқ болса кісіге айтпаңыз, все болды. жоқ, міндетті түрде. Миына тиген кісіге айтқан болады. Ой, тәте, мен ұғып тұрмын. Бірақ та мінекей мына қатын қазақты бар жерде кемсіп таптатып тұр. Өзге ұлттың алдында жығып беріп тұр мына қатын. Сондықтан мен өзге ұлттың алдында жығып беруге оны бермеймін, сіңлім. Өйткені өзге ұлт солай өтеді. А сами казахи не говорят, они против казахского языка. Понаехавших 5-6 миллион ғой. Айтады, а мы почему должны говорить на вашем языке? Ертең Ресейдің губерниясы, өйткені мыналар армандап отыр, Ресейдің губерниясы. Жаңа қаншама менің сөзім басталды. Қазақтар қазақша сөйлемейсіңдер ме деп. Шаптыпты ғой, шаптыпты. Вот это начинается, какая вам разница? Вот тут весь Усольский микрорайон вас знает. Айтыр неке мына қатын, вот осылай шаптырып мені бетінен алып. Орыстар тұрған екі орыстар. Күліп кетіп кетті. Қазір 5-6 миллион понаехавших. Мінеке армандап отыр, қашан совет одағы болады, мінеке мыналар. Қазір мыналарды соттап отыр мынау сепаратистарды. Мінеке, мынау сатқын қазақ. Мінеке, это я с России приехала. Кто вам образование дал? Мен инженермін десем, кто вам образование? Русские. На русском учились. Мінеке осындай, мінеке құлдар Россиядан келіп, орыстар ғана емес, қазақтың құлдары казашкалар. Мінеке бізді немене істеп жатыр? Ресейдің губерниясы қосылайын деп жатыр. Қосылуға жұмыс істеп жатыр. Русский мирдан ақша алады мүмкін. Мен солай ойлап тұрмын. Мінеке қазақтар. Сондай жағдай. Қараңыздар.